Қызығымен шаршататын, алмайтыным немерем, бұзығымен аңсататын, талмайтығын немерем, бар қызығын шаңыраққа, арнайтығын немерем, ата жолын сан ғасырға, жалғайтығын немерем. Ғашық жанға, мың алғыс ата-анаға, асыл жанға, түгіл боп төрт құбылан кетеді екен. Немерем мойным әке басылғанда, көрмесем бір сәт сені сағынамын, қызықсыз сен болмасан шаңырағы. Бір живой коридор курсайық, достар, барлықтарымызды осы жерге шақырамын. Дорогие друзья, мы сейчас будем проводить очень интересный казахский обряд, называется он Тусау Кесу. И для этого я вас всех попрошу, чтобы вы подошли к центру зала и создали здесь живой коридор. Нам очень важно ваше присутствие в этом обряде. Спасибо. Можно поднять правую руку? Можете поднять правую руку и поставить эту руку на плечо соседа справа. Он жақта тұрған адамға қолданыз қоясыз, я? Ну а теперь, друзья, пожалуйста, сделайте массаж. Давайте расслабимся, чтобы все прошло очень душевной, доброй, дружеской атмосфере. А теперь поднимаем левую руку. Левую руку. На плечо соседа слева. А теперь, внимание, мстим за беспонтовый массаж. Делаем так же, как он вам сделал. Хорошенько размялись. Ну что, друзья, вы готовы? Отлично, тогда давайте встретим сначала танец, очень интересный, красивый казахский танец от шоу-балет Арулар. Встречайте! Давайте разогреем вашими аплодисментами. Отлично. Спасибо.
Рахмет, шоу-балет Арулар. Ну а теперь, друзья, позовем сюда ту, которая сейчас может сопроводить наш обряд Тусау Кесу. Армысыздар алқалы жұрт қалайы, ізетпенен амандасып алайы. Уа қадірлі көпшілік, бүгінгі тойға жиналған қауым. Сіздер бүгінгі қуаныштың үлкен бір себепкері болып отырсыздар. Олай болса, әулетіміздің қуанышына қош келдіңіздер ағайын. Әрбір қылықта өзіне тән тәрбиелік мәні бар демекші, қазақ халқымызда да тәрбиелік мәні зор салт дәстүрдің бірі тұсау кесер салт дәстүрі болып есептеледі екен. Сәбиіміз шыр етіп дүние есігін ашқан күннен бастап шілдехана тойы, одан бөлек бесік тойын тойлап жатады. Ал одан кейін сәбиіміздің өмірінде ерекше аталып өтетін үлкен той болып тойланатын тойлардың бірі ол тұсау кесер тойы. Олай болса, әулетіміздің тұсау кесер тойына қош келдіңіздер. Дәл бүгін Айлин қызымыз бір жасқа толып, аяғынан нықтырып, тәй-тәй басып бізді қуантып жатыр екен. Олай болса, бүгінгі қуаныш иелерін ортаға алдырайық. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қазақ халқымызда жақсының барлығын аққа теңеген екен. Ұзатылып бара жатқан қызында ақ жол төсеп шығарып салған. Және де әулетке түскен келінді де ақ жол жайып қарсы алған екен. Сол себепті де міне Айлин қызымыздың жолы ақ болсын деген ниетпен ортаға ақ жолымызды төсеп жатырмыз. Ал Айлин, қошеметтеріңізді аямаңыздар ағайын. Көріп тұрғандарыңыздай, ақ жолдың шетінде заттар қойылып жатыр. Бұның барлығы тікелей Айлиніміздің болашағына тікелей өзінің әсерін тигізетін заттар деп жорамалдап отырмыз. Әрқайсымен жеке-жеке айтып өтетін болсам, домбыраны қойған себебіміз, егер де Айлин қызымыз қаз-қаз басып келіп, домбыраны таңдап жатса, онда домбыраның құлағында ойнайтын өнерлі, әнші, күйші азаматша болады деген жорамал бар. Ал егер де кітапты таңдап жатса, онда білімді, білікті де, ақылды, атақты академик болсын деп жатыр. Ал мына ақша, ол ақша дегеніміз, ол байлықтың, дәулеттің белгісі. Егер де Айлиніміздің көзі осы ақшаға түсетін болса, онда ауқатты да, бай, дәулетті болсын деп ырымдаймыз. Ал енді қазақ халқы өзі ырымшыл халық. Қазақ халқымыздың салт дәстүрі бойынша балапанымыздың тұсауын бір емес 3 жіппен кескен екен. Оның біріншісі ала жіп, ал екіншісі қойдың тоқ ішегі, үшіншісі көк жіппен кескен екен. Көк шөппен кескеннің себебі баламыз өссін, өнсін, көгерсін деген. Ал тоқ шөппен кескен себебі баламыз тоқ болсын, жоқшылық көрмесін, бай, дәулетті болсын деген екен. Ал міне ала жіппен кесу себебі баламыз ешкімнің ала жібін аттамасын, ешкімге жаманшылық жасамасын, тек қана өзінің, халқының адал азаматшасы болсын деген. Ал енді осы қазақ халқымызда баланың тұсауын кездейсоқ адамға кестіртпеген. Ол әулеттің жақыны, жанашыры, абыройлы, сыйлы, білікті де білімді жанға кестірткен. Олай болса, осы әулеттің жақыны, жанашыры Ермек тәтемізді ортаға шақырғым келіп отыр. Ермек тәте, енді міне осы Айлиніміздің тұсауын кесу бақыты сізге бұйырып отыр екен. Тұсауына ала жіпті байлай қойыңыз. Балапанымыздың тұсауын кеспес бұрын ең бірінші ақ жолға ақ батасын алғым келіп отыр. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер демекші әулетіміздің үлкені Жанша атамызды ортаға шақырғым келіп отыр. Өзіңіздің ақ батаңызды берсеңіз. Жанша ата ортаға келіңіз.
өтеп жатырмыз. Сауын кесілді құлама, тізеңді жаралап жылама, қолындай құлдырап, жүгірші, кәнекей өзіңді сынада. Секірсен қыздардан сүрінбе, шыңдарға шыққанда бүгілме, болаттай қалырған қатайып, от шыққан ойнасын түгінде. Ұзақ боп, иншалла өмірің, тастың шаттықтан көңілің, жарқырап күн санап өсе бер, жарқырап сен жердегі сенімің. Әумин ата айтқаныңыз келсін, айтқан тілеңіз періштен шылағына шаңсын, я. Сіздің жасыңызды берсін Айлинге. Ақ жолдың шетіне тұрса. Қаз балам, қадан күнді қаз балам, дүниеңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз қасағын қарағын, құтты болсын қаламын. Интрига возникла у всех в головах, что же наша Айлин выиграет, друзья. Айлин шашу достар! Шашудан алыңыздар. Дәл осындай қуаныш сіздерге де жұғысты болсын. Ал енді ортаға ермек тәте, ортаға келсеңіз, осы әулетті Сүрінбей, білімді, сүйкімді азаматша болуы судан насысын. Біз мен білем. керемет бәрекелді. Вот ваш подарок, это, собственно, вам. Спасибо за то, что вы приняли участие в нашем обряде. Сейчас мы его соберем теперь, хорошо, а то раскрыли, показали всем. Теперь его нужно собрать. Ал тойшыл қауын, тойларыңыз тойға аласын, дәл осындай қуаныш сіздерге де жұғысты болсын. Друзья, огромное спасибо в участии. Давайте друг другу поаплодируем, скажем друг другу спасибо за участие в этом очень важном обряде для семьи Айзаде Асхат. Теперь, друзья, давайте присаживаться за ваши торжественные места. Мы начинаем наш праздник. Друзья, поднимите руку все, кто любит Айлин. Поднимите. Хорошо, подняли. А теперь давайте узнаем, а сможете ли вы, Айлин, как-нибудь, знаете, сказать доброе слово в ее адрес с помощью прилагательных? Сейчас на каждую букву имени Айлин давайте попробуем сказать пару прилагательных. И давайте, наверное, начнем с буквы А. И самый ближе ко мне стол вот стоит. Давайте на А какие-нибудь прилагательные в адрес Айналайн. Отлично, вытяжаться. Аим. Адема. Акшарков. Ангелочек, кажется, оттуда. Я вас услышала. Отлично, хорошо. С вас на букву А. Аяулым. Ага. Аяулым. Хорошо. Оттуда. Ардақты. Алжарайда. Алжанды. Ажарлы. Я, дұрыс. Ал енді И әрпіне. На букву И. Инабатты. Ималы. Искренне добавили здесь. Хорошо. Давайте вот здесь вот тоже спросим, может у вас тоже на И что-нибудь найдется. А И нету. Уже закончилось. И там все закончилось, да? На И, да. Так, давайте подумаем, какие слова существуют на И. Возможно, прилагательные. Что-нибудь изумительно. Вот, пришло же на ум, да? Отлично. Изумительно. Давайте вот у вас. Изысканно. О, какие слова пошли-то, а?
Хорошо, а теперь давайте на букву Н. Н. Нежная. Отлично, давайте вот вы с края не останетесь, тоже добавите слово на букву Н с вашего слова какое-нибудь прилагательное. Н. Нежная, нежная была. Еще. На букву Н все задумались. Что же может быть там такое? Как? Надежная, отлично, хорошо. Ну, Райка здесь кричат. Хорошо, дети пробегают. Вот я знаю, вот здесь вот самые прикольные варианты будут сейчас. Необыкновенная, вот, пошло, поехало. Няшная, вау. Неземная, неземная. Ух ты, какие словечки-то интересные пошли. Назык, назык, я дурас, назык. А и у нас было, давайте теперь на Л. Любимая, ласковая. Еще на букву Л. Может, здесь есть на букву Л. Лучезарная. Лидер своего дела, да, конечно, лидер. Еще на букву Л. Давайте добьем какие-нибудь тоже. Привет. Есть на букву Л какие слова? Любимая. Да, отлично, любимая. Принимается, ну, было вначале, конечно, но ничего страшного. Какая вот мне вот... Луналикая. Это как понять? Луна, под луну танцевать, да, будет или как? Красивая. Как? Как луна. Луна очень красивая, согласен. Как? Луноморсик. Новое слово мы только что придумали. Как? Лопатосик. Ух ты. Лапуля. Лапуля еще есть слово, да? И я жарейда. Ну а теперь, друзья, все вот эти вот слова, хорошие, добрые слова, которые были посланы в адрес Алин, давайте за эти слова поднимем наши бокалы, друзья, поднимем наши рюмки и давайте выпьем за нашу именинницу, друзья, поднимаем бокалы. Неожиданно мы просто раздадим подарки. Как вам нравится идея? Детям особенно. Итак, подарки мы будем разыгрывать очень просто. Сейчас вот, например, вот этот вот подарок беру, вот сюда вот ставлю ваш стол, сейчас будет разыгрывать подарок. Здесь есть подарок, он тоже секретный. Когда музыка играет, просто передавайте по кругу. Передавайте по кругу, когда музыка играет. Когда музыка на ком построится, тот и забирает подарок. Договорились, вот давайте мужчине дадим этот подарок, а давайте вы будете держать до конца его, да? Хорошо, ну что, музыка поехала. Передаем друг другу подарки, на ком остановится. Итак, передаем. Ага, я вас понял. Да. Вы та самая, кому этот подарок, подними, пожалуйста, встаньте, пусть все увидят вас, что вы та самая, а давайте откроем, да? Всем интересно, что там такое находится, не барышня, какой крыши. Ух ты, какая бутылочка, под цвет, мы для вас все выбирали, вы знали, в чем вы придете, держите, присаживайтесь, спасибо. Хорошо, едем дальше. Давайте теперь, знаете, куда? Вот давайте вот этот стол поучаствует, да? Со всех столов. Вот. Просто передавайте друг другу, когда играет музыка. Договорились? Передавайте по кругу. Так, 3, 2, 1, поехали. Крутим, раскручиваем, передаем друг другу. Все, на ком останавливается музыка, тут и получит наш долгожданный подарок. И держите его дольше. Так уж и вышло, абсолютно случайно вышло. Встаньте, пожалуйста, пусть все посмотрим. Покажите какой-нибудь жест победительницы. Вот так! И покажите, что там находится внутри. Давайте все посмотрим, не ворочите. Нечестно. Это зарядка для телефона, зарядка никогда лишней.
Нечестно? Ой, ну вы даете. Я бы все сделал, чтобы это было честно. Держала и никому не отдала. Согласен. Итак, друзья, едем дальше. Ну и у нас третий, последний подарок. Давайте вот сюда вот. Вот здесь вот, да, какие-то очень активно. А вы откуда? Как вы знаете? Откуда? Конечно, коллеги всегда озорные, вот такие чудные. Классно. Сестра. Хорошо, делите, передавайте по кругу. 3, 2, маленькая. А может быть там деньги? Да? Тогда можно. Крутим, поехали. Музыка, поехали. Итак, крутим. Нет, крутим. 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 И... Нет, на мужчине остановил. Он не успел передать. Держите. Это вам. Вас как зовут? Как вам можно обратиться? Игорь. Игорь, давайте посмотрим, что там находится. Всем очень сильно интересно. И давайте Игорь нам откроет, и там находится чайный пакетик. Игорь, и такое у нас тоже бывает, мы вас поздравляем с этим подарком. Он вам еще понадобится. Итак, Игорь, спасибо. Ал енді достар, осы залдың ортасына бір үлкен, өте құрметті адамдарды шақырғым келеді, друзья. Давайте попробуем послушать первый тост, он самый важный. Здесь многоуважаемые люди в числе Ызым ата, Жанша ата, Макера аже, Зауреш апа, Алтын тәте, Ашубасар ата, Зина тәте, Амангелді аға, Бірбек жеңге, Алдарберген жезде, Ботагоз апа, Аққожа аға, Ермек тәте, Марат аға, Сағат аже, Кенжебек ата, Курлан аже. Друзья, с танцами пойдемте, все, кого назвал, на ваш тост. Анакей, примем. Келіңіз. Какая зажигательная жешка, да? Хорошо, ко мне поставимся. Ко мне, кім айтады? Келіп отыр, да? Келіңіз. Жаншаны сізден бастаймын. Туғандар, құрметті жамағат, осы ақшаңырақтың ішінде, тойхананың ішінде келіп, бір адамдай осы тойға атсалысып, уақыттарын бөліп келген үлкен кішілі ағайын туғандар. Бүгін мына біздің құдамыздың, айтанамыздың өмірге келген екінші баласының бір жастық тойына бәріміз көгелі болсын, үлкендікші болып. Енді осы сәбидің ғұмыр жасы ұзақ болсын, денсаулығы зор болсын. Екеуінің әкесі, шешесі, туғандар аман болсын. Ыңғай шаңырақтарында шаттық болсын, қуаныш болсын, той болсын. Сәбилер көбейе берсін. Енді сәби осымен аяқталмай, енді ат ұстайтын азамат келсін өмірге, қуаныш келсін. Осы қуаныш тек Құданыкі емес, біздің Кенжебегіміздің қорынан келдіміздің да қуанышы. Өйткені 1000 жылдық құда болды олар. 1000 жылдық құда болғаннан кейін сенікі менікі деп ешқандай бөліп жаратын той емес. Осы тойға міне ағайын туғандарды шақырып, басымдылық болсын, үлкен кіші демей, осы қызыққа ортақ болсын. Бәрі осы үлкендердің бәрі кеше осындай сәбиден өскен. Өмірге сәби болып жаратылып, бүгін үлкен болып ақсақалды шалып, ақжаулықты кемпір болып отыр. Сондықтан енді екеуіңе тілейтінім бақытты семья болыңдар. Осы қызықтарың жалғаса берсін. Әке шешелерің аман болсын, туғандарың аман болсын. Әр уақытта осы жақсы семья болып, қалған бауырларыңа, туғандарыңа, жақындарыңа үлгілі семья болыңдар. Болып та жатсындар, әрқайы бұдан да нығая беріңдер, еңбектерің жемісті болсын.
әке шешелерге аман болсын. Екі жақтында енді той қыласын. Өмірге сәбилер көбейе берсін, қазағымыздың саны көбейіп, дастархандарына қызық кетпесін, ырзық кетпесін, еспе кетпесін, езулерінен күлкі кетпесін. Барлық жастық осы жастардың басында болсын, биыл жастардың жылы ғой, сондықтан осы той ұзағынан болсын. Құрметті құда-құдағи, тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын, немерелеріңіз көбейе берсін. Айналайын Асқаржан Айзада, кеше 1-2 жылдың уақытында сені үлкен алтын ұяңнан ұшырып едік. Бүгінгі күні 2 балапаныңмен 4-еу болып қол ұстасып алдымызда мінекей ойнап күліп жатырсың. Расында да өмір деген нәрсе енді қысқа ғой, біреуге ерте біреуге кеш келетін. Картай сақта сендердің орталарыңыздан қалмай тойларыңа жүгіріп келіп жатырмыз. Енді уақытта тар, заманда өте қиын, шындықты бәріміз түсінеміз. Сондықтан туғандарыңның бәрін қалдырмай, өздерің қуанған қуаныштарыңа бәрімізді ортақтастырып жатыр, шақырып жатырсың. Айналайын, екеуің бақытты болыңдар. Дендеріңіз сау болсын, ойлаған арман тілектерің орындалып, ата-аналарың екі жақтың аман болсын, көбейе берсін. Көбелектерің ертең бір күнде ер жетіп, соның үлкен қызықтарына, оқу бітіргеніне, үлкен қызықтарына куәгер болыңдар, бақытты семья болыңдар. Рахмет. Бала бақытты болсын, қуаныш көп болсындарды тойға. Тойлаға берсін барыңызды. Асқар, балапандарың туған күні құтты болсын. Құда-құдағи, тойларыңыз құтты болсын сіздердің. Мен екеуіңе тек қана осы балапандарының қызығын көруді тілеймін. Басқасының бәрі өздерінің қолдарында ғой. Тек қана екеуің бақытты болсаңдар, сендердің балапандарың бақытты болады. Құрметті тойшы қауым, құрметті Марат, құрметті Сағат, бүгін енді бүгін енді біздің бұл Асқар мен Айзада жалғыз Марат пен Сағаттың балалары, бұл біздіңізді балалар, біздің немереміздің бүгін тойы деп тойы болып отыр деп санаймын. Өйткені біздің Асқар деген бала менің баламмен бірге біреу оқыды, досы, сол себеппен Асқарда менің де балам. Сол себеппен Асқар бүгін енді тойын той боласың, кішкентайымыз үлкен азаматша болып сүрінбе түнінде алдағы сенің мақсаттарың орындала берсін. Жаңа сіздерге қанша тілектер бар, сол бар тілектер пештерің құлағынан шығасың, қызымыз бақытты болсын. Асқар, кеше екінші кішкентайларыңды перзентханадан алып шыққанда куәгер болған. Міне бүгін де 1 жасқа келгеніне куәгер болып отырмыз. Қайырлы құтты болсын деймін. Жасы ұзақ болсын, өздеріңе қолғанат болсын, әте-шешесінен ермегі болсын. Енді осы сүрінбей тәй-тәй басқанын көріп жатырмыз ғой. Енді мектепті алдырған ашқанын көрейік, оны бітіріп, үлкен биік белестерінен шыққанын көрейік. Марат, Сағат, құдалар, бүгінгі Асқар, Айзада сендердің қуаныштарына мен де қуанамын. Енді біздің Сағат маған қыз керек деп. Енді біздің Асқар 1 емес 3 қыз әкелді. 3 қыз әкелді, соған ризамыз. Енді анау 2 кішкентай дөкей жігіт болсын, сендерге қызға келсін, Сағатқа помощница болсын, сол жастық болсын. Солардың тойларына тоймай, осылай кісілердің жолдастарының, туыстарының арқасында, ортасында сон тойлап жүре берейік.
жақсылық болсын. Ал асқар балам айзада міне бүгін әлекеміздің туған күні қайырлы құтты болсын деймін. Міне аталары мен әжелері бәрі куә болып отыр, бүгін тай басып отыр, міне бәрі қайырлы құтты болсын. Жасына жас қосылып әрдайым шаңырақтарына күлкі кетпесін, денсаулықтары мықты болсын. Мінекей әлеке бір жасқа әнемне дегенше бір жасқа келіп қапты. Енді туған күні құтты болсын, дені сау болсын, ауырмасын, өмірде сүрінбесін. Басқан қадамы, әрбір басқан қадамы Қадыр ата қолдап жүрсін, көзінен жасы атпасын, жамандықтың дәмін татпасын. Сол, мына құдағи, енді балалардың қызығына тоймайық, осылай жүре берейік қызықтап. Асқар, бүгінгі туған күніңмен жадырап, жайнап, күл, ойна, бақыттың сәтін күнде тойла. Бақытты болыңдар екеуің. Құрметті құдағилар, туысқандар, бүгін жиналып отқан двойной, тройной праздник дейді ғой. Бізде үлкен ұлымның туған күні, сосын мен кішкентай немерем туған күні тұсаукесер. Сол тілейтін зор денсаулық, өмірде ризақ болсын, ауырмасын. Келін жаны екеуі бірге осылай қызықтап, балдар қызықтарына тоймай осылай тойлап жүре берсін. Үлкен азамат болсын, шапқылап келсін. Айзада, Асқар, кішкентай бөбектерінен уже годик исполнилось, тай болды, сауын. Асқардың да как раз туған күні екен, үлкен жігіт болсын. Асқар, саған денсаулық, жұмыста ең үлкен қызметкер бол. Айзадаға толы денсаулық, осы екі бөбектердің өсіп, әрқашанда оған кішкентай бітті нелер қосыла берсін, шаңырақтарың биік болсын, босанғандарың берік болсын, әже мен атаның жерліктері сау болсын. Солар бәрі бірге өсіріп Шетеліп аура мені, тұратын жол бар еді, мен үшін еңді еді, көрісесің жаным. Ай, чип-чип-чип, 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 Мария Магдалена, Мария Магдалена. Рахмет, Туркен, рахмет, Архангельск келсін. Друзья, ну а теперь давайте присоединимся ко всем. Вам будет последняя просьба. Можете ее, пожалуйста, выполнить? Давайте все поднимем правую руку. Последний раз прошу. Подняли правую руку повыше. Сделали вот так, размяли пальцы. И теперь очень медленно опустили на стол. Опускаем. Дамы и господа, это была репетиция. Это не завтрак и не обед. Это хороший ужин, казахский ед. Вы не подумайте, что это китайский бич-пакет. Это в натуре казахский ед. Этот ед купил сам Мурат Ата. Апашки, приготовьте свой пакет. Он саркат кылып алып кет. Дамы и господа, встречайте казахское национальное блюдо бешбармак! Настоящий бешбармак свеж. Можешь просто называть вещь. Ароматом он пленит нам. Угощай друзей, ешь сам. Пускай тарелки блестят, как будто Джексон вернулся. И я за слово скорее. Ужин прямо под... Они что? Они как?
Без меня остались? Можно их тоже? Надо сейчас увидеться. Итак, дамы и господа, первое горячее блюдо у вас. Ал енді осы етке бір бата берсек жақсы болар еді. Жанша ата, етке бата бересіз ба? Итак, внимание. Басқа да бітпесін, басқамен бітпесін. Бүгінгі жасап жатқан құда-құдағиларымыздың немересінің бір жасық тойы қайырлы құтты болсын. Дастарханнан мызық кетпесін, үйдеріңді той домалап олыңалар нәсіп етсін. Ау, рахмет. Дамы и господа, первое горячее блюдо у вас на столе. Желаем вам приятного аппетита. Ну а теперь объявляется музыкальная пауза. Ваши бурные аплодисменты. Hanımlar мен мырзалар, шоу балет, арулар, дол-дол шапалақ. To the Syrian, the Indian and Jamaican. So many people in my top on this, but they want to be work, but they just can't sing. So boom, diggy, 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 boom, diggy, bang. Unity that a man, and you know that's strong. When it's on the look on the television, no coach, I'm not there, I'm not program, never fight, never fight, but I know they can't run. Think about the way that we live today. Think about the way that for people way. Think about the way. Алайын бүгін Марат пен Сағаттың үлкені бүгін Асқармен Айзада бүгін Асқардың туған күні құтты болсын. Біте шеберлер бүгін сауын кесіп осы бәрін құттықтап жатырмыздағанадан енді бәрін тілейтін денсаулық, аспан ашық болсын, лайы жоқ болсын, әке шешеге де екі жаққа да тірек болсын. Ертең біте сәби жүгіріп кетіп, осы мама, папа, әжесінің, атасының артынан қалмай, жүгіріп осылай жүре берсін.
Ал енді Асқар Айзада бүгінгі дүбірлі тойларын құтты болсын. Айлинка енді аяғын басып жүгіріп кетсін, денсаулығы мықты болсын. Сендерді қуанта берсін, барлықтарыңды ата, әжесі, екі жақтағы да қуантып, соны кішкентай сәбидің қызығынан тоймай жүре берейік. Сол дені сау болсын. Ал, халайық, тишину поймали. Вы говорите. Ал, Марат Сағат, мынау бүгін Асқардың Айзадан үлкен тойы жатыр. Асқар, жиен, туған құтты болсын, жастан жас қосылсын, балапандармен бірге қартай ойласын, шын айтсам. Ал, мынау бүгін кішкентай балапанын аяқ басып, сау кесер ойын істеп жатсын, Айзада үлкендерін. Бақыттарың мол болсын, байымдарың жоқ болсын. Екі балапанның артынан бір бітті Асқардың помощнигі жүгіріп ойласын, сосын алып қойыңыздар. Кеш жарық, құрметті қауым. Бүгін міне Мерейтойда үлкен той болып жатыр. Бүгін Асқардың туған күні болып жатыр. Айлинканың бір жас тойы тұсаукесері сол құтты болсын. Жаңа айтқан тілектер бәрі қабыл болсын. Асқар мен Айзадаға тілейтін зор денсаулық, семьяда бақытты болсын. Осы Айлинка үлкен өсіп азаматша болсын, гүлім екеуі. Асқар айтады ғой, дом построил, дерево посадил, енді желаю, чтобы сына вырастил. Асқар мен Айзадаға. Семьяда бақытты болыңдар. Осы Айзада мен Асқардың тойында 3 жыл бұрын болып, бүгінде 3 жыл тойы болып жатыр, 3 жыл болған. Сонда құдадар кездескен, бүгінде құдалармен кездесіп жатырмыз, 3 жыл көрінбегенбіз, сол қуаныштымыз. Осындай той думан бола берсін. Біздің бүгін осы Марат Қайдағамызға, Сағат жеңгемізге көп рахмет айтамыз. Осындай той жақсы жасап жатыр. Көңілдіміз. Айтқан тілектер бәрі қабыл болсын. Осылай тойды думан алажасы бола берсін. Бәріңізді тілейтін зор денсаулық, отаныңыз тыныш болсын. Осылай кең дастарханды қуанышты кесе берейік. Алла, старик, жаным, Айзадуша, поздравляю, жаным. Айлиночка мне бір жасқа толды, қайырлы болсын. Самое главное, ауырмасын, бәрімізді қуантып жүре берсін. Сендердің енді әрқашанда той бола берсін, осылай қызықпен кездесе берейік. Тойларыңыз құтты болсын. Сол аға жеңгемен тоже денсаулығың құтты болсын, сол балапанның тойларын тоймай жүре беріңіз. Рахмет келгендеріңізге барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Құрметті қауым, тойларымыз тойға ұласа берсін. Біз енді бір тойда бір тойға ал енді қайнатам мен бажамның тойы құтты болсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Кішкентай осы үлкен азамат болсын. Кіре салып микрофонды беріп қойған кішкене қиындау екен. Өзіміз бір тойдан жаңа ғана шығып өзіміздің тойға келіп отырмыз. Сол сәкеңдермен де сөйтіп. Барлықтарыңызға амандық, Асқарик. Айзада, сендерге тек бақыт тілеймін. Осылай балаларың алға жасса, немерелерің өсіп, үлкен азамат бола берсін, қуанта берсін. Бәріміз аман болайық, осылай тойларға жеткізе берсін. Қайда жүрсең де Асеке осылай Асқар, осылай күлкің кетпесін. Сен әрқашан осылай күлкіңді көрген сайын бәріміз осы сені балаларымызға да үлгі қоямыз. Міне осындай Асқар сияқты болыңдар, Айзада сияқты болыңдар. Мен бажаммен қайнапама әрқашан қолғанат болыңдар. Мына балаларым өсе берсін. Біздер жаңа осындай бір кішкентай тойдан келіп отырмыз, кішкентай баланың тойынан. Сол
той болаша берсін, арыңшын аман болыңдар. Қайнаға абысын, сіздердің тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Асқарик Айзада қыздарың үлкен азамат болсын. Ертең үлкен азаматшы, осы Қазақстанның үлкен азаматшысы болсын. Тек қана ауырмасын, осы айтқан бірге қосыламын. Періштеймен құлағын шалсын. Асқарик, с днем рождения тебя, счастья тебе, здоровья. Всегда вот улыбайся, вот таким веселым будь. Будь примером для наших детей. Вот всегда, как мы тебе всегда говорим, ты настоящий пример нашим детям. Главное вам счастья и всем остальным тоже желаю. Асқар Айзада, кішкентайдың тұсаукесері болып жатыр, бәрі қайырлы құтты болсын. Үлкен азаматшы болсын. Өзіне зор денсаулық тілеймін. Аспандағы ашық болып, тек қана осындай қызық қуанышты кездесіп ойнап жүргенде. Айзада, Асқарик, туған күндерің құтты болсын, денерің сау болсын, жас лектер айналып, сол періштен құлағын ашылсын деп, кет саған, деді Марат, тойларың құтты болсын, ата әже бола беріңіздер, немене шөбере көріңіздер, бәрі жақсылық деп семьямызға, осылай бәрі отырған адамдарға бәрі денсаулық, осылай той думан бола берсін. Асқар Айзадан міне бүгін өте жақсы күн. Айленің бір жасын тойлап жатсыңдар, сауын кесіңдер. Алла амандығын берсін, осы Айленнің дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын, қайтай басып, жүре берсін сүрінбей. Бақытты болыңдар отбасында, әр уақытта үлкендер, аналардың аман болсын, ата әжелерін, олардың ақылдарымен сендер жайнап жүре беріңдер. Балаларың көп болсын, уайымдарың жоқ болсын. Сендерді тек қана бақытты болыңдар. Бір өлең айтсам бола ма? Мен бір тойдан келіп, жаңағы бір тойда кішкене бір өлең айттым да, содан әлі тоқтай алмай келе жаттым да. Енді бажамның мына балдыздардың бір несі жаңа ғана бір өзі болған. Задружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс, вроде института. Нам учитель задает сами задачи. Кандидат науки тот над задачей плачет. То ли еще будет, 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 то ли еще будет. Ой-ой-ой. Друзья, аплодисменты, шикарное исполнение. Давайте подойдем друг к другу поближе, обнимемся вместе с нашими сегодня героями. Сделаем с ними фотографии. Друзья, двигайтесь. Нужно будет поучаствовать в очень интересной игре. Сейчас каждый день что-то новое выходит, и мы недавно нашли песни, которые поются по-другому. Вам сейчас нужно будет понять, что это за песня по тексту песни и по смыслу. Возможно, жанр будет другой. Внимательно слушаем, давайте попробуем порепетироваться. Кто знает правильный ответ, поднимает руку. Поехали, первая песня. Стоп. Так, что? Так, как? Бросается.
Никулин про зайца, да? Нет, неправильно. К сожалению, неправильно. Давайте дослушаем до конца. Включаем еще раз. Внимательно слушаем, друзья. Мишенька, мне пожалуйста, бокал. Я вырос на окраине, рабочий городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Парнишка ведь построил осенний красавец я. Итак, второй шаг, я знаю, у вас неправильный ответ был, я знаю. Миронов, к сожалению, тоже неправильно. Попаров? Нет. Какой вариант? Остров невезения. Песня оттуда, но сам ответ неправильный. Давайте вас послушаем. Бриллиантовая рука? Нет. Да, слушаю. А мне все равно нет, неправильно. Песня про зайца? Нет. Друзья, еще не было правильного ответа. Вот вопрос. Внимательно слушать текст. Когда шагает Булатов, говорит. Еще раз, друзья, слушаем внимательно текст песни. Мишенька, мне пожалуйста, бокал. Я вырос на окраине, рабочий городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Парнишка ведь простой, осенний красавец я. А мне навстречу все девчонки улыбаются, когда под вечер я... Так, есть ответ с правой стороны. И ваш ответ? Черный бумер, конечно, друзья, текст песни. Черный бумер. Ясно, да? А смотрите, друзья, песня, мелодия будет другая, вам нужно только текст слушать. Едем дальше, слушаем внимательно следующую песню. Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна. Итак, ваш вариант? Стас Михайлов, а песня? Нет, неправильно. Продолжай. Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна. Ты хочешь это читать? И первый снегопад ворвался в город твой. Вишня, осенняя, вишня прекрасных я. Итак, есть ответ, есть, подняли руки. Пожалуйста, скажите. Зимняя вишня, конечно, это правильный ответ. Стас Пьеха был. Кто еще был у вас на момент? Пьеха был. Хорошо. Едем дальше. Следующая песня. В стиле «Титаник». Мне уже 18. Итак, стоп. Стоп. Айрат, слушай. Руки вверх. Руки вверх, согласны? Руки вверх. Руки вверх, согласны? Руки вверх. Нет, неправильно. Слушаем дальше. Мне уже 18. Вас вот страшно смотреть. Он сказал, я красивее всех на планете. Внимательно. Ночью злой не смогла сказать мне. Сейчас все поймете. Дайте мне вина, ну дайте ж пачку сигарет. Ну, это ладошка осталась, слава богу. А я иду, такая вся в духе голова. Итак, ваш вариант ответа. Сердючка, песня. А я иду такая вся, конечно, это правильный ответ.
У нас есть подарки, я же говорил, забыл. Держите это вам. Очень красиво, стильная миска. А кто еще угадывал? Кто еще угадывал? Простите уже. Кто еще угадывал? Это вам классно, смотрите, боксик для еды. Итак, хорошо, друзья, едем дальше. Слушаем следующий трек. В стиле Майкл Джексон. На войне, как на войне, дроны, водка, махорка в цене. Итак, есть. Вот с этого со первые подняли. Слушай, ваш ответ? На войне, как на войне, а там как гимнастерка к спине прилипла. А кто поет? Любэ, конечно, абсолютно верно, Любэ. Смотрите, это вам. Хорошо, едем дальше. Слушаем следующий трек. Бритни Спирс. Или Леди Гага. Кто это? Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как машину девятку я. Есть ответ, да? Конечно, Аллегрова угнала тебя. У вас такой вариант? Я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку, угнала у всех на виду. Неужели этот дизайнерский блок выставляется вам? Спасибо, коллеги. Итак, едем дальше, слушаем следующий трек. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла. Есть ответ и... Взрослее стала. Да, руки вверх. Песня называется 18 мне уже абсолютно верно. Держите, спасибо. Итак, отлично, спасибо. Едем дальше. Следующая песня. Йога-ноги на угле, зимой на ноги оги. Загугли свои гугли, матрешка куклы в кукле. Это день дубли в дубле. Косичка мелко. Так, ваш вариант? Макс Боярский? Тот самый? Нет. К сожалению, не Макс Боярский. Слушаем дальше с того момента. Йога-ноги на угле, зимой. Я вроде услышал правильный ответ. Патимейкер! Да, абсолютно верно. Сейчас попадаем в лицо. Переводите. Спасибо. Итак, следующая песня. Селедочка. Я помню, было 10 лет, и я копил на велосипед. Я жил лишь только этой мечтой, но встретился... А это как? Халигана. Хорошо, вариант принимается у вас. Москва слезам не верит. Хорошо. Надежда. Понял. Александра. Да? Побеждает команда, которая сказала, что это Халигана.
Помните песню? Подарок, да? Сейчас. Это просто шутка, конечно, вы зрите. Итак, друзья, слушаем внимательно «Пред» последнюю песню. Она любила кофе в воде и по утрам ее вкусный омлет. А вы уже прибежали? Нет? Нет? Давайте вот вас послушаем. Егор говорит, а песня «О боже, мама, мама». Нет, не так. Егор говорит правильно, песня не так. Самая-самая, да, абсолютно верно. Также такая вот панорамочка. Панорамочка, да. Спасибо. Спасибо за участие. Друзья, ну а теперь внимательно слушаем последнюю песню. Весна на улице опять весна, а это по пацанам соседским, как мне не до сна, на дискотеку едем в соседнее село. Слушайте, вы на дискотеку, соседнее село, да? Я не могу понять, вы с коробки сюда пришли, да? Вот это столько зданий. То есть, на всех койках было. Это новинка, конкурс, хорошо. Хорошо. Друзья, мы, знаете что, мы решили, что вначале мы раздали очень мало подарков, и сейчас я хочу подарить вот эти вот потрясающий чай. Этот чай собирался девственницами-мулатками далеко в Индии, в горах. И этот чай попадет тому, у кого в зале есть пакетик чая. Есть ли у кого-нибудь в зале пакетик чая? У кого есть пакетик чая? У вас аплодисменты, мужчине, вы получаете этот чай! А зал вам спасибо! Огромное спасибо! Итак, друзья, я очень рад сюда позвать родственниц Айзады на их тост. Друзья, ну и собственно, Толиген, Дамиткен, Кумышан, Аткан, Бахатгуль, Мирбек, Казбек, Сауле, Гарифуллам Майра, Ескермес, Айсулу, Саян Айгуль, Руслан Толкан. Друзья, прошу вас на наш тост с танцами, как вы умеете, поехали! Вот они идут, красавец, ой, как классно. Прям победный такой ход. Самые зажигательные. Ой, ну вы готовы до конца. До конца танцевать, да? Вам хоть до утра. Я вижу.
Құрметті тойшы қауым, құрметті құда-құдағи үлкен сарайда мынау тойларыңызды шырқырап отырсыз. Қызымыз енді тай-тай басып бүгін үлкен той жасап отыр. Ұлдарын, қыздарын Асқар мен Айзадан үлкен екінші тай-тай басып отыр. Қыздарын құрметтеп сыйлап бәрімізді шақырып отыр. Рахмет сіздерге. Әке-шешенің сол үлкен арманы ғой. Олды ұяға, қызды қияға қондырып, содан рақат көріп отыр. Содан немереге сүйіп отыр. Сол немеремде тай-тай басқанын көріп отыр. Өте қуанышты. Сол бәрі бізге жұмысты болсын. Сендегі денсаулық, әке-шешең екі жаққа да қамқоршы болып, сендегі ақылшы болып жүре берсін. Сендер соның арасында бақытты болып, ғұмыр болып тек қана немере сыйлай беріңдер. Көп-көп немере болсын. Шаңырақтары шайқалмай тек қана іші жанға толсын, сырты қадағай толып, малға толып, осылай туған туысқандар арасында ойнап жүру. Бөбек үшін, үлкен азамат үшін алып қойыңыздар. Аласының жолдастарымызға рахмет. Ал Асқар күйеу Айзада қарындас. Кішкентайын бауын беріп болсын, үлкен азаматша болсын. Бағанағы айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын, періштеге қыласыз, той қыласыз. Асқар, Айзада, бүгінгі Әлінің туған күні құтты болсын, үлкен қыз болсын, өздеріне қолғанат болсын, әрқашанда екеуі бақытты болыңдар, өздеріне күн кетпесін, осы бүкіл тосқа қосыламын, бақытты болыңдар. Кешінде Асқар енді туғаныңыз құтты болсын, жас болсын, үлкен өмірге шүгірлі бол, әке-шеше сияқты. Үлкен жердің тіл көзден сақтап осы ортамызда ойнап жүреді. Туған қайырлы құттықтаймын. Асқар, мен бүгінгі туған күнің құтты болсын. Қызымның да туған күні сендерге де құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын, әрдайым жүздеріне кірпік етпесін. Осылай айлығыңде әрдайым ақ жол тілеймін. Өмірі баянды, сәнді болсын, көрікті болсын, мәнді болсын. Сол үшін. Құда-құдағи, жезде, апашқа, бүгін сендердің қуаныштарың, Асқар, Айзада қуаныштарың құтты болсын. Асқар туған күнімен, Айлинің туған күні құтты болсын. Тай-тай басқан бірінші қадамы құтты болсын. Осы ата-анасының тәп-тәтті, ақылды, әдемі қызы болып өсе берсін, ауырмасын, сендерге қуаныш әкеле берсін. Соны айтылған тілектер көп айтылып жатыр, соған мен қосыламын. Бақытты болыңдар. Асқар, Айзадан бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Айлинің дені сау болсын, үлкен азаматша болсын, өздеріне қолғанат болсын. Сол осы айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын. Той-тойға ұласа берсін. Асқар, сенің туған күнің құтты болсын, дені сау болсын, онда әрқашан той-тойда жүре беріңдер. Ал құрметті қауым, ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Міне бүгін барлықтарыңыз міне Нұр-Сұлтан қаласының төрінде үлкен бір мейрамханада жиналып қалдыңыздар. Бұл жиналған себептеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Бүгін біздің кішкентай ханшайымыз Айлинің туған күні. Я құда-құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, ұзақ жасаңыздар. Немере сүйіп отырсыздар, шөбере сүйіңіздер. Асқар, Айзада, міне Айлинің туған күні құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осы өздеріне қолғанат болсын, апасына қолғанат болсын. Сендерге денсаулық болсын, әрқашанда осылай жасарып жүре беріңдер. Апа-мамаларың аман болсын. Осы бар жақсылықты тілеймін. Ал енді осы жерде жиналған барша қауым, құда-құдағи, туған туыстар, барлықтарыңыз бір осы жерде бөтен адам емессіздер. Қазақта мынандай сөз бар. Бала дейді, артта қалған із дейді. Бақыт деген ұзатылған қыз дейді. Мал қолда ұсталған мұз дейді. Дүниенің қызығы сіз бен біз дейді. Міне осы кеште жиналып отырғандарымыз барлығымыз сіз бен біз болып жарасып отырмыз. Аплодисментами
Атлет, зажигай! Красавчик, друзья, аплодисменты атлету. А на морозу ему можно сюда скинуться. Тут уже организовали. Да, вроде как-нибудь. Она возьми. Которую сейчас будет звучать через колонки. Итак, друзья, внимательно слушаем и угадываем музыкальный инструмент. Поехали. Слушаем. Барабаны сразу моментально ответили, конечно, барабан. Можно вас? Можно вас? Пойдемте, помогите мне, пожалуйста. Итак, как вас зовут? Дина. Дина, присаживайтесь сюда. Дина, вы сейчас оказались на каком-то концерте, вы барабанист этой какой-нибудь группы популярной. Сейчас вам нужно будет сыграть максимально естественно. И прямо отжечь нужно будет, Дина. Мы в вас верим. Друзья, давайте поддержим Дину вашими аплодисментами. Итак, 3, 2, 1, поехали! Вау, смотрите, отжигает! Концерт качает для нас! Дима, держите, это аптечка. Аптечка вам. Как раз для вашей машины. Вот. Красная. Ну ничего, с растения тоже пойдет. Пойдет. Дина, спасибо вам, спасибо. Итак, хорошо, друзья, едем дальше. Теперь угадываем следующий музыкальный инструмент. Что это? Есть варианты, вот мужчина, поднял руку. Воду. Ну а теперь придется ответить. Как зовут? Интересные вещи вы делаете, когда вас не поносят. Хорошо. Можно вас? Я воду заказал. Вот, вода сейчас придет. Можно вас? Прошу. Сейчас нужна будет Пойдемте, вас как зовут? Мурат. Мурат, а вы узнали это, да, получается? Песенку, да. Хорошо, сейчас вам нужно будет выбрать жертву в женском облике. Жена моя. Отличная жертва. Жертва, жена моя. Итак, прошу. Вот они, Мурат и Анара. Мурат и Анара. Мурат, вы уже узнали, какой инструмент был? В смысле инструмент? Инструмент? Ну, так гитара.
Гитара испанская была, гитара, если бы точнее. Точнее, это исполнитель мексиканский, а не испанский. Так, это я здесь ведущий. Я знаю правила. Итак, смотрите, ладно, пусть будет мексиканская. Смотрите, вам сейчас... Давайте лучше испанская. Испанская более такая лучшая. Смотрите, сейчас эта музыка еще раз звучит. Вы берете испанскую гитару, вот эту маленькую, которая испанская, и как горячий, вот, как каждый испанец, он же такой... Нет, вы не гитары, вы не переживайте, все хорошо. Вы играете на гитаре и покоряете жену своей, сердце своей жены. Гитара виртуальная? Да, виртуальная, ее нужно взять, она вот здесь вот лежит. Можете ее взять, пожалуйста? Нет? Отлично. Гитара у нас есть. Неожиданно, но ничего страшного. Итак, да. Итак, гитара играет, вы там заигрываете, играете, ну как вы, собственно, умеете делать. Итак, друзья, встречайте Мурат и Анара. Под ваши бурные аплодисменты! Ай, красавчик! Это вы же нигде не увидите, только здесь, на день рождения Айлин. Все, класс, оставьте в покое стульчик. Он многое сейчас пережил. Итак, Мурат, Анар, огромное вам спасибо, мне сейчас подарок для вас есть. Вы же как одна семья, и на одну семью одна аптечка. Держите. Это вам, спасибо за участие. Хорошо, друзья, мы идем дальше. Внимательно слушаем следующий музыкальный инструмент. Есть. Так, Домбра, пойдемте, помогите мне. Итак, сейчас, друзья, сесть, присаживайтесь сюда. Вы на коле будете, да, играть? Это домбра ваша? Слушайте, ну хорошо, что не стул. Ладно. Вас как зовут? Мурат. Мурат, тоже Мурат, да? Мурат, сейчас вам тоже нужно будет выбрать жертву. Мужчину желательно. Вот он здесь, сам пастор сидит, да, который вот как пастор сидит. Вот он, да, можно вас? Можно стульчик? Есть кто-нибудь стульчик? Хорошо, сейчас, спасибо. Присаживайтесь. Отропус. Да. Друзья, сейчас у меня один вопрос. Вы знаете, что такое ай-тест? Конечно, естественно. Это, так скажем, батл, соревнования двух акынов. Сейчас вы перед вами сидят эти два акына, но знаете что? Чего-то не хватает. Кого не хватает, точнее? Жертву. Есть же. Жюри будете вы. Да, жертва, согласен, знаете что? Вот которые посередине стоят и это, чай наливают, есть же вот эти вот? Нужно выбрать. Асем, смотрите, вы ничего не понимаете, но я вас веду сюда. Сейчас расскажу, что нужно делать. Асем, вы стоите посередине стоите, вот сюда вот прям встаньте. Вы ключевое звено. Вы должны помогать им. Если видите, что он какой-то вялый или ну что-то не то, да, сразу наливайте ему чай. Можно не чай, да. Чтобы главное, чтобы веселее стало, будете поддерживать их. Итак, Мурат против Жанибек. Мурат против Жанибека. Итак, начинает первый акын. Сейчас выпьет немного колы, да? Вот. Итак, первый Мурат. Поехали! Вот, отлично. Он какой-то бешеный. Налейте ему чай. Расслабляющий чай налейте. Он слишком активный какой-то. Отлично. Итак, Жанибек, поехали. Жанибек немного перебрал чай. Мощно.
О, даже такое вот здесь возможно, друзья. Асим переключилась на Акрина. Отлично. Нет, налейте, что-то не то. Жанибек, поехали. О, мощно. Ни один агент так не играет, как Жанибек. Итак, поехали, Мурат, давайте заканчивайте последним. А какое вы видели? Спасибо, друзья, аплодисменты нашему Акину, это просто шикарно было, спасибо, это вам подарочек, спасибо всем, спасибо, Жанибек.